Саламатсыздар ма, құрметті ханымдар? Осы бүгінгі сабақ бойынша, быстрый старт сабағы бойынша сіздерге не түсініксіз отыр? Бүгін уже сабақтың екінші күні. Тапсырманы орындап жатқан қыздар өздері активно көрсетіп жіберіп жатыр, мен тексеріп жатырмын. Сұрақтардың жекелеріне шығып та түсіндіріп беріп жатырмын, иә? Дұрыс емес жерлерін өзгертістер енгізіп жатыр, жақсы. Қалған қыздарда сұрақ бар ма? Екінші күннің тапсырмасы, бірінші күннің тапсырмасы бойынша. Даусың естіліп тұр да мен? Естіліп тұр, аға. Қыздар, Махаббат, Мадина, Нұрсұлу, сіздерде сұрақ бар ма? Осы сабақтар бойынша бәрін түгел қарап шықтыңыздар ма? А точкасы мен Б точкасын жаздыңыздар ма? Осы сұрақ түсінікті ма? Қалай ол А точка мен Б точка деген жалпы? Қыздар, мына ортасында көк жанып тұр ғой микрофон, сол микрофон үстіне бассаңыздар, жасыл жанады. Сол кезде сіздер дауыстарыңыз шығады. Сәлеметсіздер ме? Иә, бәрі түсінікті, өте жақсы сабақ. Кішкене үлгермей жатырмын орындауға. Ұлым температура ұстап жатыр әлі кішкене. Мен сұрайын деп едім, каталог айына бір рет шығады ғой да? Жылына бір рет шығады. Или жылына бір рет өзгермейді. Мысалы, бір каталог шығады, одан кейін барып бағалар өзгеріп жатса, өзгерілген бағамен шығады. Негізі жылына біреу шығады. Обновленный каталог, иә. А точка мен Б точка түсінікті деп ойлаймын, или сұрақтарыңыз бар ма? Негізі А точка, Б точка жазған кезде, А точка сіздердің қазіргі өмірлеріңіз, қанша қарыздарыңыз бар, қанша кредит төлейсіздер, қанша доходтарыңыз бар, иә? Неге кетіп жатыр? Садикке ақша, комуслугаға ақша, кредитке кетіп жатыр. Соның бәрін кәдімгідей цифра бойынша жазыңыздар. Басқа да расходтарды жазыңыздар. Кредиттің полный сумма бәрін жазасыздар. Сөйтесіздер да сізде сонда расходыңыз айына қанша кетіп жатыр. И сізге сол расходты жабу үшін, қарыздарды жабу үшін сізге қанша ақша керек. Ол ақшаны сіз қанша айда сіз табу керексіз. Сіз соны жазасыз. Мысалы, Б точка, міне сіз қазір компанияға тіркелдіңіз, иә? Өзіңіздің 100 балыңыз активация жасадыңыз, сабақтарды алып жатсыз. Осы пошаговый обучение бойынша, осы методтарымыз бойынша, енді Құдай қаласа сіздерде входящий на автомате басталады. Бірақ оған дейін де сіздер осы қазіргі бүгінгі кешегі күндегі сабақтарды, қазақ тілінде беріп жатқан сабақтарды сіздер орындауларыңыз керек. Енді бірінші жоспар құрасыздар. Тіркелген кезде қандай? Клуб 200 бойынша ма? Клуб 200 бойынша жасайсыз, өзіңіздің кэшбэкіңізді аласыз, өзіңіздің товарыңызды аласыз, иә? Одан кейін барып, сонымен қатар ары қарай жаңа обучение бойынша WhatsApp группамен жұмыс жасаймыз. Ары қарай TikTokпен жұмыс жасаймыз. Енді сіз солардың бәрін алдағы уақытта Instagramмен жұмыс жасаймыз. Соның бәрін үйреніп, сіз саудаңызды жасап, сатылым триггерларын үйренеміз. Алда осы август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрьге дейін 5 айда сіз жаңағы сумманы табу үшін сізге ай сайын қанша теңге тауып отыру керек расходты. Соны және сізге жалпы осы одан да көп ақша табуыңыз мүмкін. Неге жаратасыз? Мүмкін сіз машина аласыз ба? Машина алғыңыз келсе қандай суммада алғыңыз келеді? Нақты цифра болу керек. Машина алғым келеді, ол может сіз ойыншық машина алғыңыз келетін шығар, иә? Может сіз шрот машина алып қалатын шығар. Сіз білмейсіз ғой запрос қандай болатын. Нақты мен иномарка, мысалы Toyota, болмаса Hyundai деген сияқты осындай маркадағы машинаны 5 миллионға алғым келеді. Все. Сіз қазіргі айға қарыздарыңызды жабу үшін осы 5 айдың ішінде декабрьге шейін жабуыңыз мүмкін. Сіз осы 22, 23, осы 2 жылға жоспар құруыңызға да болады. 2 жылға да бүгін ертеңге, егер де үлкен запростарыңыз болса, саяхатқа шыққыңыз келсе, болмаса сізде бір үлкен квартира алғыңыз келсе, сізге мынау 5 айға дейінгі қаншалықты ақша табасыз, мүмкін ол квартираға жетпеуі де мүмкін. Сондықтан сіздер прям кәдімгідей нақты ойларыңызды, жоспарларыңызды жазыңыздар, әдемелеп. Мысалға, мен шикарный үйге ремонт жасағым келеді. Қанша теңге кетеді ол шикарный ремонт? Сіз жер тамында тұрасыз ба? Жоқ, бір бөлмеде тұрасыз ба? Мысалға, маған может шикарный ремонтқа 2 миллион жететін шығар, ал сіз жер тамында тұрсаңыз, сізге может 5 миллион келетін шығар. Сол сияқты қорықпаңыздар, просто жаза беріңіздер. Маған ремонтқа 500 000 теңге керек. Маған бриллиант комплект алғым келеді, маған оған
200 мың 300 мың керек деген сияқты. Сонда Б точкаңыз, яғни сіз қазіргі уақытта қарызыңыздан бөлек оны құтылып қойғаннан кейін да, мысалы, сіз Б точкаңызға не бар, соны жазыңыздар, бәрін пошаговый. Жарай ма? Егер де сіз найымда жұмыс жасайтын адам болсаңыз, азан жетте тұрып жұмыс жасағыңыз келмесе, осы жерде полностью өзіңізді арнағыңыз келсе, оны да жазыңыз. Мен прям найым жұмыстан кеткім келеді, болмаса азында тұрғым келмейді. Оның бәрі былайша айтқанда, қаламмен жазғанда балтамен шапсаң да кетіре алмайсың дейді ғой, сол сияқты әңгіме. Жазыңыздар. Просто зато сіздер өздеріңіз білесіздер, сізге Б точкада сіз қайда бара жатырсыздар. Мысалы, үйден шыққан кезде сіздің үйіңіз А точка, базарға бара жатсыз Б точка, иә? Б точкадан сіз не істейсіз? Базардан барып продукт аласыз, допустим. Сол сияқты сіз қайда бара жатқаныңызды, қанша уақытта баратыныңызды сіз нақтылап жазыңыздар. Түсіндіре алдым ба? Одан кейін жаңа группаны аштық, иә? Группаға кәдімгідей әшейін аша салғанда біз магазинді ашқан кезде оның ремонтын жасаймыз, рұқсат аламыз, сөйтеміз де оның үшін бәрін оформлять етеміз, полкаларды қоямыз. Егер де киім сататын болсақ, киімге арналған полка қоямыз. Біз соның бәрін реттейміз ғой, иә? Цветін жарықтандырамыз, картинка ілеміз, әсемдейміз. Сол сияқты қазір біз өзіміздің WhatsApp группада ашылған клиенттік чатымызды біз қазір киіндіріп жатырық, былайша айтқанда. Одан кейін барып біз енді магазинді ашқан кейін не істейміз? Біз елдерге жариялаймыз. Келіндер, мен магазин ашып жатырмын. Біз жарияламасақ, біздің магазин ашып отқанымызды ешкім білмейді. Шақырамыз, кел деп пригласительный жазамыз, сол сияқты сіздер де WhatsApp группа ашқаннан кейін сол жерге адам кіргізесіздер. Кейіннен ол адамдар қалғаны қалады, шығып жатса, ничего страшного, қорықпаңыздар. Қорықпаңыздар. Өйткені ол нормальное явление. Мысалы, әшейін для интереса кіріп көре салатын не болуы мүмкін, да? Клиенттер болуы мүмкін. Сол сияқты кіргізесіз, шақырасыз, кете береді, это нормально. Кейін TikToktан сіздерге уже өзірек вступать ететін болады. Сондықтан уақыттың бәрін жинай бермеңіздер, жаңа сабақтың бәрін уақытында істегенге тырысыңыздар. Негізі қазақ тілінде беріліп жатыр, өте жеңіл беріліп жатыр сіздерге. Біз бастаған кезде бұндай сабақта қазақша болған жоқ, біз Ақбота ханым екеуміз орысша сабақтарды алып оқыған болатынбыз. Қаншама ол экспериментальный сабақтарды да істеп көрдік мысалға. Ол болуы мүмкін, болмауы мүмкін, бірақ бізге берілген сабақты орысша өзіміз соның бәрін істеп отырдық. Өйткені жиналып қалады. Сұрақтарыңыз болса, осы бірінші егінші тағы да не түсініксіз болып жатыр сіздерге? Уақыттарыңызды көп алмаймын негізі. Осы жерде мен жиналыс жасап отқаным кәдімгідей, мүмкін арнайы сұрақ қоятын уақытыңыз болмай жатқан шығар. Мүмкін осы уақытын түсінбей, қазір менің түсіндіріп жатқаннан кейін түсініп жатқан шығарсыздар, жаңа сабақтарда, былай жазу керек екен ғой деген сияқты. WhatsApp группаны кәдімгідей жазып толтыру керек екенбіз ғой деп. Рассылкаларды жасаңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Ханымдар? Түсінікті. Түсінікті, бірақ кішкене қорқақтап жазуға. Қорықпаңыздар. Слишком болып кетпей ма деген ойлар болды. Мысалы, қараңыздар, сіздер бізге мысалға бір нәрсе сатып алу мүмкін, ол қиын болуы мүмкін, қиын нәрсе көрінуі мүмкін, бірақ Аллах тағалаға ол қиын нәрсе емес. Біз кафеге барған кезде не істейміз? Біз дастарханда отырғанда менюға қараймыз. Менюға біз өзімізге керек нәрсені таңдап аламыз, дұрыс па? Маған қыстық чай, қызыл чай, сосын маған манты, одан кейін салат, свежий салат. Все, біз заказ бердік, официант бізге әкеп береді. Сол сияқты біз жазамыз, Аллаға деген заказ сияқты болшы. Біз жазамыз, Аллах тағала енді соны орындайды. Сол үшін жазудан қорықпаңыздар. Ол бүгін орындалмаса да ертең орындалады. Бірақ біз сол жазған нәрсемізге қарай ары қарай әрекеттенуіміз керекпіз. Мен жазып қойдым, болды, әйтеуір бір орындалды деген болмайды. Күнде бірден кейін, мысалы, шелекте просто так толмайды. Оны тамшылап, шелек сол жерде толады, дұрыс па? Сол сияқты жазудан қорықпаңыздар, жаза беріңдер, ойларыңызды жазыңыздар, біреу болмаса біреу орындалады. Қараңыз, Махаббат, сөйлеуге бола ма, Айздахан? Иә, сөйлей беріңіз. Махаббат, қараңыз, сіз маркетингті қарадыңыз ба? Сізге қанша ақша керек? Осы жерде айтыңызшы. Вот сіз тыныш ұйықтап, таңертең счастливая женщина болып ояну үшін қанша сумма болу керек ай сайын сізде, зарплата? Тағы 500 болса. 500, я вообще супер, керемет. 500 мың болса, мен тыныш ұйықтаймын деп мен айтқам наставнигіме, менен сұраған кезде.
Қазір миллион тауып тыныш ұйықтай алмай жатырмыз. 4 миллионға көтеру керек деп. Енді қараңыз, классно. Сол 500 мыңды сіз маркетинг бойынша қарап, қай жерден көрдіңіз? Көрдіңіз ба? Иә. А? Иә. Қай жерде бар екен? Сіз қараңыз, 500 мың зарплата деген өте керемет ранг. Вообще суперский ранг. Мен старт алып жұмыс жасағанда, жаңа лидерский зумда да айттым, мен 6 айда жеткен, міне Айза Мирханна біледі. Мен 500 балл болып отырып, мен болды профессионал болам деген кезде, мен 6 айдың ішінде профессионал болып 500 мың зарплатаға шыққан болатын. Ол, знаете, сіз сенбей отырсаңыз, значит, маркетингті дұрыс қарамадыңыз. Сіз былай жасайсыз, қазір қайттан барасыз да, маркетингті қарайсыз, сөйтесіз дағы, маркетингте именно 400 мың мен 500 мың ортасында сондай жер бар. Сол жерді қарап, жақсылап тұрып соған анықтаңыз да, қорықпаңыз. Ол жерде жазылып тұр, автопроект бар, ол жерде жазылып тұр, жаңағы сізде бонустар бәрі жазылып тұр. Маркетингті кәдімгідей қараңыз. Сіз анау PDF-ті қарадыңыздар ма? Маркетинг берілді, PDF қазақша кәдімгідей жазу бар. Қарадыңыз ба? Иә, бәрін қарадым. Енді қараңыз. Просто мен басқа көп нелерде істедім ғой, басқа жерде тапқан жоқпын да, содан кейін кішкене. Жоқ, бұл басқа жер емес. Жоқ. Сіз шатаспаңыз. Бұл басқа жер емес. Басқа жерде бұндай обучение жоқ, бұндай лидерлар жоқ. Сіздерге айтып, ауыздарыңызға шайнап, бәрін салып беретін. Міне қараңыз, сізде мысалға мынандай маркетингте бизнес профессионал деген алтын жұлдызшамен қоршалған жер бар. Сол жерді жақсылап тұрып қараңыз. Сөйтін товар объемы, товар ауты 4 миллион 600 мың теңге деп тұр. И о жерде сіздің зарплатаңыз 440 мың теңге сізге беріледі деп тұр. Квалификационный награда беріледі. Сіз производствоға кәдімгідей отпускіге демалып келесіз. Өткенде біз күйеуіміз екеуміз демалып келдік күшті отельде. И производствоны көрсетеді сізге. Біздің осы қай жерден шөптер теріліп алынады, қалай ол қорапқа салынады, қалай ол производиться етеді, омега қалай жасалады, топивишка қалай жасалады, шай қалай жасалады, бүкіл өзіңіздің производствоға барып, қалай жасалатынын көріп, одан кейін қай кезде қалай бөлініп, біздің Қазақстанға товар қай жерден осы жіберіледі, соның жүрегінің бәрін көріп келесіз. Сондай мықты демалысқа барасыз. Еще сізге компания 3 ай профессионалды подтверждать еткен кезде уже қызыл кнопка жанып тұрады сізде плюс деген автопрограммада. Сіз уже сол плюсті басып автопрограммаға қатыса аласыз. Көрдіңіз ба? Сонда бұл жерде сізде 500 мың зарплата табасыз, еще производствоға саяхатқа барасыз, еще автопрограммаға қатысасыз. Енді ол үшін не істеу керек? Именно осы профессионал болу үшін. Мен каждый зумда айтам. Сіз 60 мың теңге тауып үйрену керексіз. 60 мың теңге табу үшін клиентский чат ашамыздағы 100 адамға осы продукция жайында информация береміз. Сіз кім бар сіздің телефоныңызда, бәріне айтасыз. Сәлем, Айзада, қалайсыз, қалыңыз қалай? Біз екеуміз таныспыз. Мен телефонымда сіз жазылып тұрсыз, танымайтын адам болса. Мен қазір есім Мақбота, есіңізге салып кетейін, танымайтын болсаңыз. Мені сақтап қойыңыз, өйткені мен сізді сақтап қойып, однозначно сіз мені танысымсыз. Мен қазір Сайберген Wellness Сибирское здоровье компаниясында консультант болып жұмыс жасап жатырмын. Сізді мықты денсаулық бағытында консультация жасаймын. Егер Сибирское здоровье компаниясын естімеген болсаңыз, YouTube-тан, Google-дан қарасаңыз болады, өте